Мен қарапайым ғана жігітпін. Өмірде өз жолын табуға тырысқан, отбасылық құндылықтарды бәрінен биік қоятын жанмын. Бірақ менің жүрегімде ешкімге айтуға болмайтын үлкен күнә секілді бір сезім ұялады. Ол сезімнің басталғанына биыл тура 7 жыл толды. 7 жыл. Біреулер үшін бұл жай ғана уақыт мерзімі шығар, ал мен үшін әрбір күні тозақпен тең болған. Сонымен бірге сол тозақтың ішіндегі тәтті қиялға толы жылдар болды. Бәрі осыдан 7 жыл бұрын басталған еді. Менің бөле ағам Самат үйленетін болды. Самат екеуміз бала кезден бірге өстік, сырлас едік. Оның қуанышы менің де қуанышым болатын. Келін түсіреміз, үйде үлкен той болады дегенді естігенде, бәрінен бұрын мен қуандым. Бірақ сол қуаныш менің өмірімді күл талқан ететін үлкен махаббатқа ұласарын ол кезде бейшара жүрегім сезген жоқ еді. Той күні ақ көйлек киген, жүзінен нұр тамған келінді үйге алып келді. Ол менің жеңгем Аружан еді. Есімі де өзіне сай, көрген адам көз алмайтындай сұлу жан. Мен оны алғаш көрген сәтте-ақ тынысым тарылып, жүрегім атқақтап соға бастады. Бұл жай ғана ағамның әдемі әйелі бар екен деген қызығушылық емес еді. Бұл алғашқы көргеннен-ақ сананы улап, жанды баурайтын ессіз ғашықтық болатын. Жеңгем өте ажарлы, қыпша белді, жүрісі тұрысы нәзік, нағыз қазақ әйеліне тән ибалылық пен сұлулықты бойына жинаған жан еді. Оның маған қарап жымиып, сәлем қайным деген алғашқы сөзі құлағымда мәңгілікке жатталып қалды. Сол күннен бастап менің тыныштығым ұшты. Түнде көзімді жұмсам, Аружан жеңгем, оянсам, тағы да сол бейне көз алдыма келетін болды. 7 жылдық үнсіздік. Әрине, мен мұны ешкімге білдіре алмадым. Қалай білдірем? Ол менің туған бөле ағамның жары. Біздің менталитетте, біздің тәрбиемізде бұл кешірілмес күнә, үлкен масқара. Сондықтан мен сезімімді жүрегімнің ең терең, ең қараңғы бұрышына жасырдым. Сырттай қарағанда мен жай ғана сыйластығы түзу, ақ көңіл қайны болдым. Үйге барғанда жеңгеме көмектесіп, ауыр заттарын көтерісіп, сыпайы сөйлесетінмін. Бірақ ішімдегі жанартауды ешкім сезген жоқ. Осылайша 1 жыл, 2 жыл, 5 жыл өтті. Уақыт емші дейді ғой. Жоқ, өтірік. Уақыт менің сезімімді суытқан жоқ. Керісінше, оны одан сайын күшейтіп, тереңдете түсті. Себебі мен оның бақытты болғанын қаладым. Бірақ жылдар өткен сайын жеңгемнің жүзінен бақыттың табы емес, мұң мен қайғының ізі айқынырақ көріне бастады. Оның себебі жалғыз еді. Олардың шаңырағында 7 жыл бойы сәбидің үні шықпады. Мәселе де осы жерде. Үйленген алғашқы жылдары бәрі жақсы болды. Үлкендер, жастар әлі үлгереді, өздері үшін жасасын деп мән бермейтін. Бірақ 3-ші, 4-ші жылға жылжығанда туыстар арасында, әулет ішінде сыбыс басталды. Неге бала көтермейді? Кімнен кінә? Дәрігерге қаралды ма деген суық сұрақтар жеңгемнің нағыз жанына бататын еді. Мен мұны сезетінмін. Ол біздің үйге, туыстардың бас қосыларына келгенде, өзгелердің балаларын құшақтап, иіскеп, көздеріне жас алып отырғанын талай мәрте көрдім. Оның сол сәттегі жанарындағы ішкі зары менің жүрегімді қан жылататын. Сұлу жеңгемнің сол бір мөлдіреген көздеріндегі мұңды көру маған өліммен тең еді. Ол іштей қатты қиналып жүрді. Өзін кінәлі сезінді ме? Әлде жалғыздықтан қорықты ма? Соңғы кездері мүлде аз сөйлейтінді шығарды. Тіпті соңғы кездегі солып бара жатқан гүлдей өмі менің жаныма тыныштық бермеді. Суық шындық және ағамның сыры. Бір күні мен бөле ағам Саматпен омаша қалып сырласудың сәті түсті. Ағам біраз ішімдік ішіп, маған ішіндегі сырын ақтарды. Мен ол айтқан сөздерден кейін есеңгіреп қалдым. Самат басын төмен түсіріп отырып, мен шаршадым бауырым. Үйдегі тыныштық кетті. Аружан күнде жылайды. Дәрігерлерге барудан да жалықтық, деді шарасыз дауыспен. Мен шыдамай, аға, дәрігерлер не дейді сонымен? Кінә кіммен? Деп сұрадым. Жүрегім соғысын жиілетіп әкетті. Ағам терезеге қарап, ауыр күрсінді. Дәрігерлер екеуің де саусыңдар дейді. Бірақ бізде бала болмай жатыр. Мүмкін біздің қанымыз сәйкес келмейтін шығар. Мүмкін басқа себеп. Бірақ менің де шыдамым таусылып барады. Мен еркекпін. Маған артынан қалатын тұяқ керек. Егер тағы 1-2 жылда ештеңе өзгермесе, мен Аружанмен ажырасам деді.
Бұл сөздер менің төбемнен жай түсіргендей болды. Ажырасады? Осы сұлу, ешкімге зияны жоқ, тек ана бақытын армандайтын пәк жанды далаға тастамақ па? Менің ішімде ашу мен ыза тулады. Сол сәтте менің санама, бәлкім жындылық, бәлкім ессіздік шығар, бір ой келді. Ол ой менің өмірімді де, олардың да өмірін мәңгілікке өзгертуі мүмкін еді. Күнә мен үміттің арасындағы ой. Мен бөлмеме келіп ұзақ ойландым. Таң атқанша көз ілмедім. Менің мақсатым жеңгеме төсек қатынасы арқылы жақындау емес еді. Менің мақсатым оның тек қана сәби сүйіп, ана бақытын сезінгенін көру. Мен оның ана атанғанын, жүзіне қайтадан күлкі үйірілгенін қаладым. Егер ағам екеуінің қаны сәйкес келмей, содан бала көтер алмай жүрген болса, мен ағамның ең жақын туысымын, бөлесімін. Біздің қанымыз ұқсас. Мүмкін мен оған көмектесе алармын. Мен оған бала көтертіп, ана бақытын сыйлағым келеді. Бірақ мұны қалай айтамын? Бұл жайында жеңгеме тіс жарып айту мүмкін де? Менің жүрегім дауаламайды. Егер мен оған барып, жеңге, мен сізге бала көтеруге көмектесейін десем, ол мені қалай түсінеді? Ол мені жексырын, нәпсінің құлы деп ойламай ма? Мені үйден қуып шығып, ағама айтып, масқарамды шығармай ма? Әттең айтуға тілім бармайды. Менің ішкі арпалысымды ешкім түсінбейді. Мен оған жамандық ойлап тұрған жоқпын. Егер жеңгем мені дұрыс түсініп, менің бұл ұсынысыма келісетін болса, мен жігіт атыммен сөз берер едім. Бұл сыр біздің арамызда мәңгілікке құпия болып қалады. Ағам да, басқа туыстар да бұл баланың менен екен ешқашан білмейтін болады. Мен ол балаға жай ғана қамқор ағаға болып өтемін. Кек Аружан жеңгем жыламай, ана бақытын сезінсе болды. Бірақ бұл тым қауіпті ойын. Бұл отпен ойнау. Не істеуім керек? Үнсіз қалып, олардың ажырасқанын, жеңгемнің көз жасын көріп отыра берем бе? Әлде барлық тәуекелге бел буып, өз бақытымды да, оның да тағдырын шешетін қадамға баруым керек пе? Күндер өтіп жатты. Мен бұл ойдан арыла алмадым. Бір күні ағам жұмыс бабымен басқа қалаға бір аптаға іс-сапарға кететін болды. Үйге жеңгем жалғыз қалатын еді. Ағам маған хабарласып, бауырым, үйге бас-көз болшы. Жеңгең жалғыз қорықпасын, бір нәрсе керек болса көмектес деп өтінді. Міне сол сәт келді. Менің жүрегім кеудеме сыймай қатты соға бастады. Бұл менің өмірімдегі ең қиын әрі ең маңызды бір апта болмақ еді. Мен жеңгемнің үйіне келдім. Есікті ашқанда оның көздері ісіп біткен екен, тағы да жылаған. Мен оның қасына отырып қолынан ұстадым. Менің бұл әрекетіме жеңгем не деді? Мен ішімдегі құпиямды айта алдым ба? Жалғыздықпен жанардан аққан жас. Есіктің қоңырауын соққанда қолым дірілдеп кетті. Ішімнен, мүмкін кейін қайтуым керек шығар. Мүмкін бұл жасағаным нағыз ақымақтық пен күнә шығар, деген ойлар келді. Бірақ артқа шегінуге кеш еді. Есіктің құлпы сырт етіп ашылып, алдынан Аружан жеңгем шықты. Оны көргенде жүрегім тағы да шым етті. Үстіне қарапайым ғана үй көйлегін киген, шашын артқа жинап алған. Бірақ оның әдеттегідей жарқыраған сұлулығының орнында үлкен бір қажығандық шаршау бар еді. Көздері қызарып, ісіп кеткен. Менің келерімді білсе де, жүзіне жасанды күлкі үйіруге тырысты. Ассалаумағалейкум жеңге. Самат ағағам хабарласып, үйге бас-көз бол деген соң келіп едім. Дедім даусымды барынша нық шығаруға тырысып. Оған ғашық екенімді, оның әрбір тынысын сырттай бағып жүргенімді сездірмеуім керек еді. Уағалейкум салам қайным. Төрлет, өт жоғары. Ағаң кеткелі, үй іші тым қаңырап, құласып қалғандай болып еді. Келгенің жақсы болды, деді де мені қонақ бөлмеге бастады. Үйдің іші шынымен де тым-тыныш еді. 7 жыл отасқан ерлі зайыптылардың үйінде баланың дауысы, ойыншықтардың шашылып жатқаны көрінбейді. Дәл осы үнсіздік жеңгемді күн сайын іштей жеп жатқан сор екенін мен жақсы түсіндім. Мен диванға жайғастым. Ал жеңгем ас үйге өтіп, шай қайнатуға кірісті. Үстелдің үстіне тәттілерді қойып жатып, оның қолы дірілдеп, көзінен бір тамшы жас үзіліп түскенін байқап қалдым. Ол оны маған көрсеткісі келмей, кез арада теріс айналып, көз жасын сүртті. Жеңге, сізге не болды? Жыладыңыз ба? Деп сұрадым. Бұл сұрақты қоймауға шыдамым жетпеді.
Оның қиналғанын көру мен үшін ең ауыр азап еді. Аружан жеңгем алғашында ештеңе айтқысы келмей, «Жоқ, жай ғана көзіме бір нәрсе түсіп кетті», деп сылтауратты. Бірақ мен оның жанына жақындап келгенде, ол өзін ұстай алмай, бетін басып, өксіп-өксіп жылап жіберді. Жүректі тілімдеген сырласу. Мен не істерімді білмей қалдым. Оны құшақтап, жұбатқым келді. Басынан сипап, «Мен бармын, жыламаш. Мен сенің барлық мұңыңды арқалауға дайынмын», дегім келді. Бірақ арамыздағы көзге көрінбейтін, бірақ өте бет шекараны аттап өте алмадым. Тек қасына отырып, үнсіз ғана сусын ұсындым. Жеңгем біраз уақыттан кейін өзін басып, мұңды жанармен маған қарады. «Мен шаршадым. Шынымен шаршадым», деді ол дауысы дірілдеп. Туыстардың маған мүсіркеп, немесе кінәлап қараған көзқарастарынан шаршадым. Саматтың да соңғы кездері маған суып бара жатқан сезем. Білесің бе, ол түнде маған артын беріп жатады. Оның да балалы болғысы келеді. Ал менің қолымнан келер ештеңе жоқ. Жаратқан маған ана бақытын бұйырмаған шығар. Жеңге, олай демеңіз. Дәрігерлер екеуіңізде де сау деген ғой, дедім мен. Ағаммен болған әңгімені есіме түсіріп. Сау дейді. Бірақ неге нәтиже жоқ? Бүгін тағы да емханадан келдім. Тағы да сол жауап. Менің жасында өтіп барады. Егер Самат менен кеткісі келсе, мен оны кінәламаймын. Бірақ менің бала исін искемей, бұл өмірден арманда өтіп кеткім келмейді деп, жеңгем тағы да көз жасына еріп берді. Оның әрбір сөзі менің жүрегіме қанжардай қадалып жатты. Мен оның мына сұлу жүзінің мұңнан суалып бара жатқанына шыдай алмадым. Санама баяғы қауіпті ой қайта оралды. Ағамның «Қанымыз сәйкес келмейтін шығар» деген сөзі құлағымда жаңғырды. Егер мен Самат ағамның ең жақын бауыры болсам, біздің геніміз, қанымыз ұқсас болса, менің көмегіммен бұл мәселе шешілуі мүмкін бе? Мен терең тыныс алдым. Бұл сәтті жіберіп алсам, екінші рет мұндай мүмкіндік те, батылдық та болмайтынын түсіндім. Алғашқы ишара және үрей. Мен үстелге жақындап, жеңгемнің үстел үстінде жатқан нәзік қолын өз қолыма алдым. Ол менің бұл әрекетіме таңырғай қарап, қолын тартып алғысы келді. Бірақ мен жібермедім. Оның қолы мұздай екен. «Жеңге, мені мұқият тыңдаңызшы», дедім, дауысым толқып. «Мен сіздің жылағаныңызды қаламаймын. Сіз бұл өмірдегі ең бақытты әйел болуға, ана болуға лайықтысыз. Егер бұл тұғырықтан шығар басқа жол болса, сіз ол қадамға барар ма едіңіз?» Аружан жеңгем көзінің жасын сүртіп, маған түсінбей қарады. «Қандай жол? Біз бармаған емші, біз қаралмаған дәрігер қалмады ғой. Басқа қандай амал бар?» Мен жұтынып алдым. Тамағыма тас тұрып қалғандай болды. Жүрегім сондай қатты соқты, тіпті оның дыбысы бүкіл бөлмеге естіліп тұрғандай көрінді. Мүмкін мәселе дәрігерлерде емес шығар. Мүмкін мәселе басқада. Жеңге, егер сізге Самат ағамнан емес, бірақ оған өте жақын, қаны бір адамнан бала көтеру мүмкіндігі туса, сіз отбасыңызды сақтап қалу үшін, ана бақытын сезіну үшін оған келісер ме едіңіз? Және бұл құпия мәңгілікке тек екі адамның арасында ғана қалатын болса? Мен сөзімді аяқтағанда бөлмеде ауыр үнсіздік орнады. Тіпті қабырғадағы сағаттың тықылы да тоқтап қалғандай болды. Жеңгемнің көздері ұясынан шығардай үлкейіп, маған сенбей қарап қалды. Ол менің не айтқым келгенін, бұл сөздердің астарында не тұрғанын бірден түсінді. Таңдаудың қиындығы. Жеңгем қолын менен жұлып алып, орнынан атып тұрды. Оның жүзінде қорқыныш пен ашу араласқан сезім ұялады. Сен не айтып тұрсың? Деді ол дауысы дірілдеп. Сен мені кім деп ойлап тұрсың? Мен сенің жеңгеңмін. Самат сенің бауырың. Мұндай жиіркенішті нәрсені қалай аузыма алдым? Мен де орнынан тұрдым. Оның ашуланғанын көргенде ішімнен бәрі бітті деп ойладым. Бірақ мен артқа шегіне алмайтын едім, көздеріне тіке қарап. Жеңге, мені дұрыс түсініңізші. Менің ішімде ешқандай арам ой, нәпсі жоқ. Мен тек сіздің күн сайынғы зарыңызды, жылағаныңызды көруден шаршадым. Ағамның сізбен ажырасам деген сөзін өз құлағыммен естідім. Ол сізді тастап кетсе, сіздің тағдырыңыз не болмақ? Мен сізге тек ана бақытын сыйлағым келеді. Бұл бала Самат ағамның баласы болып жазылады. Ол ештеңе білмейді. Мен өмір бойы
Бұл құпияны тісімнен шығармайын деп жігіт атымен сөз берем. Кек сіз бақытты болсаңыз болды, дедім. Менің көзімнен де жас шығып кетті. Бұл менің 7 жыл бойы ішіме жиналған махаббатым мен шарасыздығымның жасы еді. Жеңгем менің көз жасынды, менің шынайы қиналып тұрғанымды көргенде сәл басылғандай болды. Ол маған ұзақ қарай алмады. Басын бұрып әкетті. Оның иықтары дірілдеп тұрды. Ол екі оттың ортасында қалған еді. Бір жағында қоғамның қарғысы, күнә, туыстық қатынас. Екінші жағында 7 жылдық арман, ана болу бақыты және отбасын сақтап қалудың соңғы мүмкіндігі. Кет, деді ол, ақырын ғана дауыспен. Өтінен, қазір бұл үйден кет. Мен ештеңе естігім келмейді. Мен оның бұл сөзіне қарсы келе алмадым. Мен оған ойлануға уақыт керек екенін түсіндім. Үнсіз ғана күрткемді алып сыртқа беттедім. Есікті жауып жатып, оның қонақ бөлмедегі диванға құлап, өксіп жылап жатқанын естідім. Түнгі қала. Суық жел бетіме ұрады. Мен не істеп қойдым? Мен шекарадан өтіп кеттім. Енді артқа жол жоқ. Ертем не болады? Ол ағама бәрін айтып бере ме? Әлде бұл құпияны ішіне бүгіп, басқа шешім қабылдай ма? Сол түні мен де жеңгемде көзілмедік. Мен өз сөзіме өкіндім бе? Жоқ. Мен тек оның шешімінен қорықтым. Арада 2 күн өткенде, менің телефоныма Аружан жеңгемнен хабарлама келді. Ол хабарламада не жазылған еді? Үрей мен үміт арасында. 2 күн бойы менің телефоным үнсіз жатты. Мен тіпті тамақ ішуден, ұйықтаудан қалдым. Жұмыста да ойым басқа жақта. Әріптестерімнің сұрақтарына мағынасы жауап беріп, босқа қарап отыратынмын. Самат ағам хабарласқанда жүрегім қысылып, даусым шықпай қала жаздады. Ол ештеңе сезбегендей жұмыстарын айтып, жеңгемнің қалай екенін сұрап жатты. Мен өзімді нағыз сатқын сезіндім. Ол маған сеніп, үйін тапсырып кетсе, менің ойлап жүргенім мынау. Бірақ 3-ші күні кешкісін телефонының экраны жарық етті. Хабарлама. Аружан жеңгемнен. Жүрегім атқақтап экранға қарадым. Қысқа ғана жазылыпты. Кешкі сағат 9-да үйге кел. Сөйлесуіміз керек. Бар болған осы. Кел деді ме? Әлде сөйлесейік деді ме? Бұл жақсылықтың нышаны ма? Әлде менің масқарамды шығару үшін шақырды ма? Мен кез арада киініп үйден шықтым. Жол бойы ішімнен дұға оқып, жеңгемнің мені кешіруін сұрадым. Мен келгенде үйдің жарығы сығырайып қана жанып тұр екен. Есікті жеңгем ашты. Бұл жолы ол маған ашумен емес, керең бір мұңмен, тіпті бір шарасыздықпен қарады. Оның көздерінен соңғы 2 күнде мүлде ұйықтамағаны көрініп тұрды. Төрлет, деді ол ақырын ғана. Біз қонақ бөлмеге өттік. Үстел үстінде сол баяғы суық қалған шай. Шарасыздықтың соңғы шегі. Біраз уақыт екеуміз де үнсіз отырдық. Мен не айтарымды білмей төмен қарадым. Үнсіздікті жеңгем бұзды. Мен 2 күн бойы ойландым, деді ол. Даусы қатқыл шықты. Сенің айтқандарыңды есіме алған сайын, төбемнен мұздай су құйып жібергендей болады. Бұл күнә, бұл нағыз харам іс. Мен ешқашан Саматтың көзіне шөп салуды ойлаған емеспін. Оны жақсы көрем. Бірақ ол сөзін аяқтай алмай, тамағына өксік тығылғандай тоқтап қалды. Содан соң терезеге қарап отырып жалғастырды. Бүгін таңертең Самат хабарласты. Ол маған ашық айтты. Егер осы жылдың соңына дейін нәтиже болмаса, мен басқа ел алам. Менің анам да соны талап етіп отыр, деді. Ол тіпті менімен ажырасу туралы құжаттарды дайындап қойған сияқты. 7 жыл. 7 жылдық махаббатымыз, сыйымыз, бәрі бір сәтте жоқ болайын деп тұр. Себебі мен бала көтере алмаймын. Жеңгем маған бұрылып қарады. Оның жанарындағы жас мөлдіреп, бетімен төмен сырғып кетті. Сенің ұсынысың менің соңғы үмітім бе, әлде тозаққа барар жолым ба, білмеймін. Бірақ менің басқа амалым қалмады. Егер мен Саматтан айырылсам, бұл өмірде менің ешкімім жоқ. Ана бақытын сезінбей өту мен үшін өліммен тең. Сондықтан мен келсем. Менің демім тоқтап қалғандай болды. Келсем деді ме? Мен құлағыма сенбедім. Ол менің көздеріме тіке қарап тұрып сөзін жалғастырды. Бірақ менің шарттарым бар. Бұл іс тек бір мақсат үшін жасалады. Балар үшін. Арамызда ешқандай сезім, ешқандай артық байланыс болмау керек. Сен Саматтың алдында да, менің алдында да бұл құпияны көріне ала кетіп, ешқашан тіс жармауға ант бересің.
Бала туылған соң, сен оның әкесі екеніңді ұмытасың. Ол Саматтың баласы. Сен тек қана қайынсы болып қаласың. Келсесің бе? Келсем, жеңге. Ант етем, дедім мен. Тыйым салынған түннің жақындауы. Бөлмедегі ауа ауырлап кетті. Біз келістік. Бірақ бұл келісім екеуміздің де иығымызға ауыр жүк болып түсті. Жеңгем орнынан тұрып, шкафтың үстінен бір күнтізбе алды. Дәрігерлердің есебі бойынша келесі 3-4 күн ең қолайлы уақыт. Самат 4 күннен кейін оралады. Демек, біздің уақытымыз өте аз, деді ол даусы дірілдеп. Ол маған жақындады. Біздің арамызда бір-ақ қадам қалды. Мен оның үстінен шығатын нәзік иіс, судың жұпарын сездім. Бұл менің 7 жыл бойы қиялдаған сәтім еді. Бірақ қазір қуаныштың орнына қорқыныш пен үрей билеп алды. Мен оның бетінен сипағым келді, бірақ оның суық жүзі мені тоқтатты. Ертең кешке кел, деді ол. Сағат 11-лерде. Көршілер көрмейтіндей етіп, абайлап кел. Мен үнсіз ғана басымды изедім. Үйден қалай шыққанымды, көлігіме қалай отырғанымды білмеймін. Басым айналып, жүрегім кеудемді жарып жіберердей соғып тұрды. Мен бұл қадамға барғалы тұрмын. Менің жеңгеммен, Самат ағамның әйелімен. Ертесіне күн тым баяу өткендей болды. Сағаттың тілі жылжымай қойды. Мен жұмыста отырып, ертеңгі өмірімнің қалай өзгеретінін ойладым. Біз күнә жасаймыз ба, әлде қайырымдылық па? Бұл сұраққа жауап жоқ еді. Кеш батты. Сағат тілі 11-ге жақындады. Мен ағамның үйіне қарай бет алдым. Көше шамдары сөніп, қала ұйқыға кеткен. Мен көлігімді алысқа қалдырып, үйге жаяу жақындадым. Айналаға қарап, ешкімнің жоқтығына көз жеткізген соң, подъезге кірдім. Пәтердің есігінің алдында тоқтап, керең тыныс алдым. Қолымды көтеріп, есікті қақтым. Сәлден соң есік ашылды. Іште жарық мүлде сөндірулі екен. Кек жатын бөлмеден түскен әлсіз жарық қана көрінеді. Мен ішке кірдім. Жеңгем есікті кілттеп, маған бұрылды. Ол үстіне жұқа ғана халат киіпті. Қараңғыда оның жүзі анық көрінбесе де, оның да қобалжып тұрған сездім. Келдің бе? Деді ол сыбырлап. Мен жауап орнына тек басымды изедім. Ол мені жатын бөлмеге қарай бастады. Дәл сол сәтте, кенеттен жеңгемнің телефоны шыр ете қалды. Қараңғыда телефонның жарығы бөлмені жап-жарық етіп жіберді. Экранда Самат ағам деген жазу шығып тұр екен. Жеңгем селк етіп тоқтап қалды. Біз бір-бірімізге үреймен қарадық. Ол осы уақытта неге хабарласты? Әлде ол бір нәрсені сезіп қойды ма? Самат ағамның қоңырауы бізді естен тандыра жаздады. Жеңгем дірілдеген қолдармен телефонды алды. Ол тұтқаны көтере ме? Ал егер Самат қазір есіктің алдында тұрса ше? Тұтқаның арғы жағындағы дауыс, телефон 5-6 рет шырлады. Әрбір дыбыс біздің жүрегімізге инедей қадалып жатты. Аружан, жеңгем маған қарады. Оның жанарында шексіз үрей мен қорқыныш бар еді. Ол ернін тістеп тұрып, жасыл батырманы басты да телефонды құлағына апарды. Спикердің дауысы қатты шыққандықтан, ағамның сөздері маған да анық естіліп тұрды. Аружан, ұйықтап қалдың ба? Неге ұзаққа көтермедім, деді Самат ағам. Жұмыстан шаршаған, бірақ ештеңе сезбеген қалыпты дауыс. Жоқ, Самат, жаңа ғана душтан шығып едім. Телефон бөлмеде қалыпты, деді жеңгем. Оның дауысы сондай қатты дірілдеп шықты. Мен ағам қазір-ақ бір нәрсені сезіп қояды деп қорықтым. Дауысына не болған? Жыладың ба тағы? Ағамның дауысы сәл қатандана түсті. Жоқ, жай. Басым ауырып тұр еді. Соған мазам болмай. Өзің қалайсың? Жұмыстарың бітті ме? Жеңгем маған теріс айналып, қабырғаға сүйенді. Оның маңдайынан суық тер шығып кеткен еді. Бәрі жақсы. Мен ертең түсте жолға шығамын. Күтпеген жерден жұмыстар тез бітті. Ертең кешке үйге жетіп қалам. Сондықтан хабарласқаным ғой. Жақсы, демал, ертең көріскенше, деді де, ағам тұтқаны қоя салды. Үй іші қайтадан тас қараңғылықпен ауыр үнсіздікке бөленді. Жеңгем телефонды диванға тастай салып, екі тізесін құшақтап, еденге отыра кетті. Ертең келеді. Ол ертең келеді, деп сыбырлады ол. Демек біздегі жалғыз мүмкіндік соңғы түн дәл қазір ғана. Егер қазір бәрін тоқтатып, мен үйден кетіп қалсам, екінші рет мұндай сәт тумайды. Ал ертең ағам келген соң, олардың ажырасу мәселесі қайтадан алдын ала шығады. Шегінерге жол жоқ. Мен жеңгемнің қасына жақындап тізерлеп отырдым. Оның иығынан ақырын ғана ұстадым. Жеңге, Аружан, не істейміз?
Мен кетейін бе? Деп сұрадым. Бұл сұрақты қою маған өте қиын болды. Себебі ішімдегі 7 жылдық сезім оны қиып жібергісі келмеді. Бірақ ағамның алдындағы кінә сезімі өшіп бара жатты. Жеңгем басын көтерді. Көз жасының арасынан оның жанарында үлкен бір бекініс, соңғы үміттің ұшқыны көрінді. Ол менің қолымды қатты қысып ұстады. Оның қолдары әлде мұздай еді. Жоқ, кетпе, деді ол нық дауыспен. Егер қазір кетсен, ертең бәрі бітеді. Самат келеді. Сосын менің өмірім тозаққа айналады. Мен бұл тәуекелге бел будым ба, соңына дейін баруым керек. Мен балалы болғым келеді. Кек, өтінемін, шамды жақпа. Маған қарама. Мұның бәрі жай ғана түсте есептейік. Ол орнынан тұрып жатын бөлмеге қарай беттеді. Мен де оның соңынан ердім. Жатын бөлмеде тек терезеден түскен айдың әлсіз сәулесі ғана бар еді. Сыртымыздан қараған адамға бұл нағыз апасыздық, сатқындық болып көрінуі мүмкін. Бірақ менің ішімдегі сезім мен мақсат мүлде басқа еді. Мен оған нәпсі көзімен емес, қасиетті бір жанға қарағандай қарадым. 7 жыл бойы қиялында аялаған сұлуым мына түнде менің қасымда еді. Бірақ оның жүрегі басқа адамда. Алмаған кек оның шарасыздығы ғана бұйырған болатын. Ол халатын шешіп төсекке жатты. Жүзін теріс бұрып, көзін жұмып алды. Мен оның қасына жақындадым. Арамыздағы туыстық, зан, қоғам ережелері бәрі сыртта қалды. Кек 2 адам және олардың ортақ ауыр құпиясы ғана қалды. Тыйым салынған түн және өкініш. Сол түн біздің өміріміздегі ем ұзақ, ем ауыр түн болды. Мен оның нәзік денесін құшақтағанда қуанышты емес, жүрегімнің қан жылағанын сездім. Ол мені құшақтаған жоқ. Тек үнсіз ғана көз жасын төгіп жатты. Мен оның көз жасын сүйіп жұбатқым келді. Бірақ үндемедім. Біздің келісіміміз солай еді. Ешқандай артық сезім туындамау. Таңғылаң бере бастағанда мен орнынан тұрдым. Киініп жатып төсекте жатқан жеңгеме қарадым. Ол көрпені басына дейін бүркеніп алып, әлде ақырын ғана өксіп жылап жатыр екен. Түнде болған іс екеуміздің де жанымызды жаралап кетті. Мен оған жақындап, «Жеңге, мен кеттім. Бәр жақсы болады, уайымдамаңыз», дедім сабырлап. Ол көрпенің астынан шықпай, тек «Кет, және бұл үйге Саматпен бірге болмасан, ешқашан жалғыз келме. Мені ұмыт», деді суық дауыспен. Мен пәтерден шығып далаға шыққанда, таңғы салқын ауа бетіме ұрды. Күн шығып келе жатты. Қала оянып жатты. Ал менің ішімде үлкен бір дүние қирап, орнына үрей ұялаған еді. Мен өз ағамның сенімін аяққа таптадым. Бірақ маған үміт сыйлаған бір ғана ой бар еді. Мүмкін ол бала көтереді. Мүмкін бәрі бекер болмаған шығар. Күдік пен күту айлары. Арада 1 ай өтті. Самат ағағам іс-сапардан оралып, өмірі бұрынғы арнасына түскендей болды. Мен олардың үйіне бардан барынша қаштым. Туыстардың жиынында ағамен амандасқанда көзімді алып қашатынды шығардым. Ол мені жай ғана жұмыспен жүр деп ойлады. Ал Аружан жеңгем екеуміз бір-бірімізге мүлде қарамайтын болдық. Көзқарастарымыз түйісіп қалса, екеуміз де керіс айналып кететінбіз. Ол түн туралы ешкім тіс жармады. Бірақ мені бір ғана сұрақ мазалады. Нәтиже бар ма? Ол жүкті ме? Бір күні анам маған хабарласып, үлкен жаңалықты жеткізді. Анамның дауысы қуаныштан дірілдеп тұрды. «Бауырым, сүйінші, Саматтың үйінен сүйінші сұрап жатыр. Аружан жүкті екен. 7 жылдан кейін Құдай тілектерін берді», деді. Телефоным қолынан түсіп кете жаздады. Жүрегім соғысын тоқтатып, қайта соққандай болды. Жүкті. Ол бала көтерді. Демек сол түн, сол күнәлі түн өз жемісін берді. Ішімді үлкен бір қуаныш кернеді. Бірақ сол қуанышпен бірге зор қорқынышта қатар келді. Сол күні кешке ағам Самат барлық жақын туыстарды үйіне шақырып, үлкен атап өту кешін ұйымдастырды. Мен ол үйге бармауға құқығым жоқ еді. Бармасам күдік тудырақ едім. Мен үйге кіргенде Самат ағамның жүзінен бақыттың нұры төгіліп тұрды. Ол мені құшақтап, «Бауырым, мен әке боламын. Тияғым бар енді», деп қуанышымен бөлісті. Ал төрде отырған Аружан жеңгемнің де жүзі жадырап кетіпті. 7 жылдық мұңның орнын шаттық басқан. Бірақ ол маған қарағанда оның көздерінде қуанышпен бірге үлкен бір ескерту мен үрей бар еді. Ол маған, «Бұл құпияны ашсан, бәрін құтасын» деп тұрғандай көрінді.
Мен жеңгеме жақындап құттықтау айтуым керек еді. Мен оған жақындадым. Әулеттің көзінше оған не айтарымды білмей тұрдым. Дәл сол сәтте Самат ағам маған бұрылып: «Бауырым, Аружан екеуміз ақылдастық. Құдай қаласа, бала туылғанда оның атын сен қоясын, және сен оның өкіл әкесі, крестный боласын» деді. Бұл сөздерді естігенде төбемнен жай түскендей болды. Мен өз балама өкіл әке боламын ба? Ал жеңгемнің жүзі бір сәтте қуарып кетті. Өз балана сырттай қарап, оны ағаның баласы деп атаудан асқан азап бар ма? Бірақ ем қорқыныштысы әлі алда еді. Бала туылғанда ол ағама емес, маған айнымай тартты. Өмір ең шебер сценарист. Сен бәрін есептеп, құпияңды мәңгілікке жасырдым деп ойлағанда, ол ең күтпеген жерден соққы береді. Өз қанынан жаралған сәбиді бауырына баса алмай, өзгеге тедіп қарап тұру еркек үшін нағыз тозақ екен. Бірақ уақыт зымырап өтіп, 9 ай мерзім артта қалғанда, бізді бұдан да үлкен сынақ күтіп тұрды. Өкіл әке болу бақытсыздығы. Самат ағамның «Сен бұл баланың өкіл әкесі боласың» деген сөзі сол түні құлағымнан кетпей қойды. Мен қуанарымды да, жыларымды да білмедім. Жеңгемнің де жүзі бір сәтте сұрланып кеткенін тек мен ғана байқадым. Ол маған «Артық ештеңе айтпа» дегендей көзімен от шашты. Сол кештен кейін мен өзімді одан сайын алшақ ұстауға тырыстым. Олардың үйіне мүлде бармайтын болдым. Айлар жылжып өте берді. Аружан жеңгемнің құрсағы үлкейіп, жүзіне аналық нұр жүгірді. Самат ағам өмірінде мұндай бақытты болмаған шығар. Ол келіншегін алақанына салып аялады, ауыр жұмыс жасатпады. Таңнан қара кешке дейін соның жағдайын жасаумен болды. Мен сырттай қарап отырып, бәлкім менің жасағаным дұрыс болған шығар. Осы отбасы сақталып қалды ғой деп өзімді жұбаттым. Бірақ іштегі кінә сезімі мен үрей еш қайда кетпеді. Қыстың соңғы айында жеңгемнің толғағы басталып, ауруханаға түсті. Самат ағам маған түн жарымында хабарласып, сүйінші сұрады. «Бауырым, ұлды болдым. Ат ұстар дуалым бар енді», деп қуаныштан айқайлады. Менің де көзіме жас келді. Менің балам, менің бірінші перзентім дүниеге келді. Перзентхананың алдына бүкіл әулет жиналды. Ағам қолына гүл шоқтарын алып ішке алып ұшты. Мен артта көпшіліктің тасасында тұрдым. Жеңгемді палатадан шығарып, сәбиді көрсеткен сәтте жүрегім тоқтап қала жаздады. Көпшілік жамырасып, «Мұрны Саматтан айнымайды, көзі анасына тартқан» деп жатты. Мен жақындап барып шақалаққа қарадым. Жоқ, ол ағама мүлде ұқсамайтын еді. Оның қасы, бет әлпетінің құрылысы, тіпті құлағының пішініне дейін маған ұқсайтын. Маған, яғни өз әкесіне. Жеңгем менің көзқарасымды байқап, сәбиді дереу көрпешемен қымтап, керіс айналды. Оның жанарында тезірек кет бұл жерден деген қорқыныш бар еді. Егіз қоздай ұқсастық. Арада 1 жыл өтті. Бауыржан, ағамның өтінішімен есімін мен қойған едім, тәй-тәй басып, тілі шыға бастады. Ол өскен сайын үрейім үдей түсті. Себебі бала Самат ағама мүлде ұқсамады. Керісінше, менің бала күнгі суреттерімді алып келсеңіз, Бауыржаннан айныту мүмкін емес еді. Оның күлгені, жүрісі, тіпті сол жақ бетіндегі кішкентай меңі де менікінен аумай қалған болатын. Үлкендердің жиынында, той-томалақта туыстар бұны байқай бастады. «Қараңдаршы, Бауыржан Саматқа емес, қайынсына көбірек ұқсайды екен ғой», деді бір күні нағашы апамыз андамай сөйлеп. Күлгені де, көзқарасы да дәл мына Нұрланның, менің есімім, өзі. Негізі тұңғыш бала нағашысына немесе әкесінің бауырына тартады деуші еді, рас екен ғой. Бұл сөздер айтылғанда үйдегі үнсіздік қорқынышты еді. Ағам Самат балаға, сосын маған таңырқай қарады. Оның жүзімен бір сәтке күдіктің ұшқыны жылт еткендей болды. Бірақ ол бірден күліп, «Иә, Нұрлан екеумізде бөле болсақ та, туған бауырдаймыз ғой. Ұқсаса, ағасына ұқсаған шығар» деп әңгімені басқаға бұрды. Бірақ сол күннен бастап ағамның мінезі өзгере бастады. Ол маған бұрынғыдай ашылып сөйлемейтін, үйіне шақыруды сиретті. Күдіктің оянуы. Бір күні мен жұмыстан кеш қайтып бара жатқанымда, телефоныма жеңгемнен қоңырау түсті. 7 жыл ішінде ол маған ешқашан өзі бірінші хабарласпаған еді. Әсіресе сол түннен кейін. Мен шошып кеттім. «Нұрлан,
Кез арада қала шетіндегі саябаққа кел. Ешкімге айтпа, Самат білмеу керек, деді де тұтқаны қоя салды. Оның даусында үлкен үрей бар еді. Мен айтқан жерге келгенімде күзгі суық жел соғып тұрған саябақтың түкпірінде жеңгем Бауыржанды арвамен қыдыртып жүр екен. Мен оған жақындадым. Ол маған бұрылғанда, оның көздерінен жас сорғалап тұрғанын көрдім. Жеңге, не болды? Самат ағама бір нәрсе болды ма? Дедім аптығып. Самат бәрін сезіп жүр деп өксіп жіберді ол. Кеше түнде ол үйден менің ескі медициналық қағаздарымды тауып алыпты. Онда біздің қанымыздың сәйкес келмейтіні, Саматтың балалы бола алмайтын туралы дәрігердің қорытындысы бар еді. Мен оны жасырып жүргенмін. Ол маған, егер менен бала болмаса, мына бала кімнен? Неге ол Нұрланға айнымай тартқан деп айқайлады. Мен ештен айтпадым, жылай бердім. Ол үйден есікті тарс жауып шығып кетті. Менің төбемнен жай түскендей болды. Құпиямыз ашылуға шақ бір еді. Енді не істейміз? Ол ДНК сараптамасын жасатуы мүмкін бе? Деп сұрадым, дауысым дірілдеп. Білмеймін. Бірақ ол бүгін таңертең Бауыржаным шашын алып, бір конвертке салып жатқан көрдім. Ол клиникаға кетті. Нұрлан, егер ол анықтаса бәрі бітеді. Мені де, сені де өлімге қияды. Ол бізді еш қашан кешірмейді. Деп жеңгем менің күрткеммен ұстап, шарасыздықтан жалбарына бастады. Дәл осы сәтте саябақтың бұрышынан бір көліктің суық шамы бізге тікелей түсті. Ол Самат ағамның көлігі еді. Ағам бізді бірге көрді. Оның көлігінен түскендегі жанарынан кек қана ыза мен кек көрініп тұрды. Оның қолында бір ақ қағаз бар еді. Бұл ДНК сараптамасының жауабы ма? Соңғы үкім Самат ағам көліктен түсіп, бізге қарай баяу адымдармен жақындады. Оның үстіндегі күрткесі су болған, шаштары ұйлығып кеткен. Ең қорқыныштысы, оның жанарында баяғы мейірімді ағаның ізі де қалмаған еді. Ол маған да, жеңгеме де бейне бір жауына қарағандай суық қарады. Оның оң қолында бүктелген ақ қағаз бар еді. Жеңгем қорыққаннан Бауыржан жатқан арбаны өз денесімен тасалап, маған қарай жақындай түсті. Мен алға бір қадам шығып, ағамның алдын тостым. Аға, дедім, дауысым қалтырап. Самат ағам тоқтады. Ол маған ұзақ қарап тұрды да, кенеттен мысқылмен күліп жіберді. Ол күлкі түннің тыныштығында өте қорқынышты естілді. Аға дейсің бе? Саматтың дауысы дірілдеп, ішіндегі ызасын әрең ұстап тұрғаны білінді. Мен сені бауырым дедім. Өз қаным, өз жаным дедім. Үйіме жібердім, әйелімді тапсырдым. Ал сендер не істедіңдер? Мені ақмақ қылдыңдар ма? 7 жыл бойы менің мазағымды шірттіңдер ме? Ол қолындағы қағазды маған қарай лақтырып жіберді. Қағаз су жерге түсті. Оқы, мынаны оқы, оңбаған, деп айқайлады ол. Мен бүгін жедел түрде ДНК анализін жасаттым. Танысым арқылы бір күнде жауабын алдым. Бауыржан менің балам емес. Ол сенің балаң, сенің қаның. Сен қалай бұған бардың? Менің шаңырағымда қалай бұлғадым? Жеңгем жерге тізерлеп отыра кетіп, еңіреп жылап жіберді. Самат, кешірші, өтінемін, кешірші. Нұрланның еш кінәсі жоқ, бәріне мен кінәлімін. Мен тек балалы болғым келді. Сенің менен кеткенімді қаламадым деп, ағамның аяғына жабысты. Самат ағам оны икеріп жіберді. Оның көзінен жас шықты. Ер азаматтың намысы аяққа тапталған сәт еді бұл. Ол маған жақындап келіп, жағамнан алды. Оның жұдырығы менің бетіме тарс ете қалды. Мен қарсыласпадым. Құлап түсем де, қайта тұрып, оның алдында басымды төмен түсірдім. Жемелетін, ақталатын жер емес еді. Мен кінәлі едім. Маған бәрін түсіндіріңдер. Қалай, қашан? Деп ағам жерге отыра кетті. Оның да сағы сынған еді. Шындықтың ашылуы. Басымызға түскен суық шындық бәрімізді бір үстелдің басына отырғызды. Саябақтан кейін біз Самат ағамның үйіне келдік. Бала бөлмесінде Бауыржан тәтті ұйқыда жатты. Ол өзінің айналасында қандай үлкен трагедия болып жатқаннан бейхабар еді. Қонақ бөлмедегі ауыр үнсіздікті мен бұздым. Мен ағамның алдына тізерлеп отырып, 7 жыл бойы ішіме бүккен сырымды ақтардым. Аға, мені өтінем, тыңдаш. Мен Аружан жеңгеме ол үйленген күннен бастап ғашық болдым. Бірақ мен бұл сезімді ешкімге айтпадым. Ішімде өлтірдім. Сосын сіздің ішімдік ішіп отырып, бала болмаса Аружанмен ажырасам деген сөзіңізді естідім. Жеңгемнің күн сайын бала іздеп жылағанын көрдім. Менің мақсатым сізге опасыздық жасау емес еді. Мен тек
жеңгемнің ана бақытын сезінгенін, сіздердің шаңырақтарыңыздың сақталып қалғанын қаладым. Қаныңыз бір болған соң, бала сізге де жат болмайды деп ойладым. Бұл менің ессіздігім. Кінәлі менмін, жеңгемді кінәламаңыз, деп басымды жерге тигіздім. Самат ағам ұзақ уақыт үндемей отырды. Ол Аружанға қарады. Аружан тек көз жасын сығып, басын көтере алмай отыр екен. Сонда, деді Самат ағам баяу дауыспен, сендер мені аядыңдар ма? Мені мүсіркедіңдер ме? Менің еркектік намысымды осылай қорғамақ болдыңдар ма? Мен бұл баланы өз жанынан артық жақсы көрдім ғой. Оның әрбір күлкісіне бақытты болдым. Ал ол менікі емес, менің бауырындікі болып шықты. Ол орнынан тұрды. Кетіңдер. Екеуіңде көзіме көрінбеңдер. Маған ойлануға уақыт керек. Егер қазір кетпесеңдер, мен өзімді ұстай алмай, үлкен күнәға баруым мүмкін, деді. Мен жеңгеме қарадым. Ол маған кет дегендей белгі берді. Мен сол түні ол үйден бір жола шығып кеттім. Айрылысу. Арада бір апта өткенде суық хабар жетті. Самат ағам мен Аружан жеңгем ажырасуға арыз берді. Бұл шешімді Самат қабылдаған екен. Ол өз бауырының баласын күн сайын көріп, бұл соққыны көтеріп жүре алмайтынын түсінген. Бірақ ағам мәрттік жасады. Ол бұл сырды әулетке, туыстарға жаймады. Үлкендерге мінезіміз жараспады. 7 жылдан кейін сезіміміз суып кетті деп қана түсіндірді. Біздің бұл үлкен күнәмізді ол өз ішіне бүгіп қалды. Бұл менің жүрегімді одан сайын тірімгет. Шіркін, ағам маған айқайлап, бүкіл әлемге масқарамды шығарса, бәлкім ішімдегі кінә сезімі сәл де болса жеңілдер ме еді? Жеңгем бауыржандалып, қаланың екінші шетіне кішкентай жалдамалы пәтерге көшіп кетті. Ол төркініне де бара алмады. Себебі ажырасқан әйелге елдім сөзі ауыр тиетін еді. Мен оған көмектескім келді. Күн сайын хабарласып, ақшалай, заттай жәрдем бергім келді. Бірақ Аружан менің бірде-бір қоңырауымды көтермеді. Хабарламаларыма жауап бермеді. Ол мені өз өмірінен де, баланың өмірінен де мүлде сызып тастаған еді. Мен олардың қайда тұрып жатқанын да білмей, беймәлім күйде қалдым. Жылдар жылжығанда арадан тура 3 жыл өтті. Осы 3 жыл ішінде менің өмірімде тұлдырға айналды. Мен ешкіммен отбасын құра алмадым. Көз алдынан Аружанның бейнесі, құлағымнан өз баламның күлкісі кетпей қойды. Самат ағам басқа қалаға көшіп кетті. Ол менімен мүлде байланысын үзді. Жұрт мені неге ағаңмен араласпай кеттім деп сұрағанда, жерге қараудан басқа амалым қалмайтын. Бір күн дүкенде жүріп, мен кенеттен таныс дауысты естідім. «Мама, мына ойыншықты алып берші», деген кішкентай баланың дауысы еді. Бұрылып қарағанымда жүрегім тоқтап қала жаздады. Бұл Аружан жеңгеммен Бауыржан еді. Бауыржан өсіп қалыпты. 4 жасар бала нағыз менің өзім болған. Оның жүзіне қарап, өз балам екенін бірден тандым. Жүгіріп барып құшақтағым келді. «Бауырым, мен сенің әкеңмін» дегім келді. Жеңгем мені көріп селк етті. Ол Бауыржанның қолынан қатты ұстап, бірден дүкеннен шығып кетуге ыңғайланды. Мен оның соңынан жүгірдім. «Аружан, өтінем, тоқташы, сөйлесейікші. 3 жыл өтті ғой. Мен сіздерді күн сайын ойлаймын. Балама көмектесуге рұқсат берші», деп жалындым. Аружан тоқтады. Ол Бауыржанды сәл алға жіберіп маған бұрылды. Оның жүзінде бұрынғыдай ашу жоқ еді. Кек үлкен бір даналық пен мұң бар еді. «Нұрлан», деді ол ақырын, «біздің жасаған ісіміз қателік болды. Иә, мен ана бақытын сезіндім. Ол үшін саған іштей ризамын. Қарашы, Бауыржан қандай тәтті бала. Ол менің бүкіл өмірімнің мәні. Бірақ сен оған ешқашан әке бола алмайсың. Сені көрген сайын мен Саматтың алдындағы күнәмді есіме аламын. Сені көрген сайын жүрегім ауырады. Өтінем, біздің өмірімізге араласпа». Бауыржан өзінің әкесі Самат деп біледі, және солай қалады. «Бізді жайымызға қалдыр», деді. Ол бұрылды да баламды жетектеп алыстап кете барды. Мен артынан қарап жылап тұра бердім. Соңғы сыр, хикаяның соңы. Міне, менің сіздерге айтқым келген жан сырым осы еді. Бүгінде мен жалғызбын. 7 жыл бойы ішімде сақтаған махаббатым, содан кейін болған бір ғана түн менің бүкіл өмірімді өзгертті. Мен Аружан жеңгеме ана бақытын сыйлағым келді. Ол мақсатыма жеттім де.
Ол қазір бақытты ана, ұлын өсіріп отыр. Бірақ мен бұл бақыттың бағасын өз отбасыммен, ағамның сенімімен және өз баламды балам деп айта алмайтын шарасыздықпен төледім. Өмірде тыйым салынған есіктер болады. Ол есікті ашу өте оңай. Бірақ артынан келетін зардабын көтеру кез келген еркектің қолынан келе бермейді. Егер уақытты артқа қайтару мүмкіндігі болса, мен ол қадамға барар ма едім? Білмейін. Бір жағынан өз қанымнан жаралған ұлымның бұл дүниеде бар екені маған үміт сыйласа, екінші жағынан ағамның алдындағы күнәм мені өмір бойы іштей жеп өтпек. Мен сөкпеңіздер, маған үкім айтпаңыздар. Бұл менің тағдырым. Кек айтарым, өмірде қандай жағдай болмасын, жақындарыңыздың сенімін аттап өтпеңіздер. Себебі жоғалған сенімді қайта қалпына келтіру мүмкін емес екен. Сөзімнің соңында Самат ағама, Аружанға және балам Бауыржанға сырттай бақыт тілеймін. Мен олардың өміріне ешқашан көлеңке түсірмеймін. Бұл сыр менімен бірге көрмек етеді. Бұл бір жігіттің ішіндегі ең ауыр, ең үлкен құпиясы еді. Жақсылық жасаймын деп бәрін бүлдірген тағдырдың ащы шындығы. Құрметті көрермендер, бұл жігіттің әрекеті дұрыс па? Әлде бұл кешірілмес күнә ма? Өз ойларыңызды пікір бөліміне жазып кетіңіздер. Каналға жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.